Assalamu алейкум достар, баршаңызға сәлем. Бүгінгі ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі ауызашарға өте ерекше және тойымды осындай тәтті дайындадық. Каналыма қош келдіңіз. Егер сіздің отбасыңыз бананды сүйіп жейтін болса, осы тәттіні дайындап көрсеңіздер болады. Бұл чизкейкке қажетті өнімдердің барлығын описаниеге жазып өтетін боламын. Сіздермен ендігі кезекте бананның денсаулығымызға пайдасы жөнінде бөлісіп өтейін. Банан депрессиямен күресуде ең алғашқы болып көмектесетін жеміс болып табылады. Банан әлемдегі аллергия тудырмайтын жалғыз ғана жеміс. Сонымен қатар сүйектерді қатайтады. Яғни банан арқасында ағзадағы кальций жинақталып тұрады. Ішек микрофлорасын жақсартады. Сонымен қатар іш қатуы бар адамдар үшін банан өте пайдалы жеміс болып табылады. Яғни бананды әрдайым жеп отыру іш қатудан мықты сақтайды. Сонымен қатар банан асқазандағы изжога секілді жағымсыз жағдайлардан құтылуға да бірден бір себеп болады. Асқазанында жарасы бар адамдарға да бананды жеу өте пайдалы. Диарея кезінде де көмекке келетін осы банан. Айтып өткенімдей, диареядан зардап шегетіндерге банан жеу ұсынылады. Яғни банан адамның денесін жақсы қалыпқа келтіретін жеміс болып табылады. Көп жүріп физикалық жаттығулармен, спортпен айналысатын адамдар үшін бананның балтыр бұлшық еттерінің дірілдеуінен сақтайтын қасиеті бар. Яғни бананның құрамындағы калий бұлшық етке оң әсер етеді. Сонымен қатар ісінулер қазіргі кезде өте жиі кездеседі. Бір бананды жеу арқылы сол ағзадағы ісінулерден де арылып жататындар бар. Бананды энергия көзінде де пайдалануға болады. Яғни спортпен шұғылданатын адам спортпен шұғылданбас бұрын бір бананды жеп алатын болса, онда оның жаттығу соңына дейін жетіп, көрсеткіштері өте эффективті болып, жақсы нәтижелерге жетуге көп көмектеседі. Себебі ағзада қант мөлшері көбейіп, энергия жаттығулардың соңына дейін жететін болады. Сонымен қатар ас қорытудың жақсаруы, яғни бананның құрамындағы пектин және де хелат тәрізді заттар ағзадан токсиндер мен басқа да зиянды заттарды шығарып, астың жақсы қорытылуына әсер етеді. Әйелдер үшін де бананның өте көптеген пайдасы мол. Яғни бананның құрамындағы серотонин және басқа да пайдалы заттар етеккір кезінде де оның симптомдарын жеңілдетіп, бұрынғыдан қарағанда сәл де болса жақсы өтуге көмектеседі. Яғни адам баласы етеккір кезінде банан жесе, онда нашар көңіл күйден және де ауру түрлі симптомдардан құтылуына болады. Сонымен қатар медицинада банан анемия кезінде де көп ұсынылады. Қаны аздар үшін банан таптырмайтын тағам болып табылады. Жүрегі ауыратын адамдарға да осы бананның құрамындағы калий қан тамырларының жағдайын жақсартып, инфаркт және инсульт пайда болу жиілігін азайтып жатады. Бананның тағы бір қасиеті ол иммунитетті мықты етуге, яғни ағзамыздың қорғаныштық қасиетін жоғарылатуға көмектеседі. Бүйрегі ауыратын адамдарға да бананның әсері өте жоғары. Яғни пайдалы заттар, микроэлементтер бүйрек қызметіне көмектесіп, құм мен тастардан арылуға көмегін тигізеді. Сонымен қатар жүрек айну кезінде де банан өзінің көмегін әкеледі. Мысалы, қарапайым истерден немесе жүктілік кезіндегі токсикоз кезінде осы көмектесетін ғажап тағамдардың бірі банан болып табылады. Жәндіктер шаққандағы да қышуды басуға да жақсы көмектеседі. Қабығын ашып, ішкі жағын шаққан жерге біраз уақыт қойса, бірден нәтижесін береді. Күн ыстық кезде немесе
кызуу көтерилгенде де бананның пайдасы мол. Кейбір адамдар шылым шегуді қойып, никотинді тәуелділіктен құтылғысы келсе, темексіз өмір сүруге осы жылдам үйрену үшін банан арқылы үйренуіне болады. Және де тағы бір қоса кетерім, ақылы ой қызметін өте жоғары етіп жақсартады. Әсіресе сабақ оқу немесе емтиханға дайындалу кезінде таптырмайтын құрал болып табылады. Бұл чизкейктің бір ерекшелігі оның основасы, яғни тестосы осындай сұйық күйінде болады, және де оны бөлек пісіріп аламыз. Каналымда түрлі осындай ерекше, өте дәмді, қол жетімді және де қайталанбас рецепттер шығып отырады. Банан қосылған ерекше тәтті сізге ұнаса, видеома лайк басып, каналыма жазылып алыңыз. Қоңыраушаны басу арқылы күнделікті хабарлама алып, бала Ямидің рецепттерімен отбасыңызды таң қалдырып қуантқыңыз келсе, және денсаулықтарына ешқандай зиян тигізбей, пісірген тәттіңізбен қуантып, бірге шай ішкіңіз келсе, бала Ямимен бірге болыңыз. Каналымнан алыстамаңыз. Нәтижеңізбен комментарияда бөлісуді ұмытпаңыз.